Мен қазір Анелияға келдім. Өзімнің шашымның түбін боятайын деп. Мына қарасаңыздар. Менің өзімнің шашымның түсі мынадай. Боятқан шашымның түсі мынадай қоңыр. Негізі бәрі сұрайды осы цветті. Қазір мастерлар айтады, ол деген біз өзіміз шығардық. Примерно шоколад, карамель, сондай цветті дейді. А прям названиясы ондай жоқ дейді. Қазір осы түбін боямыз. Біздегі ең қымбат нәрсе. Ол күтпейді, артқа оралмайды, және де тоқтамайды. Күн сайын біреу өз өмірін өзгертеді, ал біреу тағы да өзіне кейін дейді. Бірақ кейін бұл жай ғана қорқынышты жасыратын сөз. Сенде уақыт бар, тек оны босқа өткізбе. Программ. Бұл 16 мен 22 жас аралығындағы жоғарғы ұмтылған қыздарға арналған бағдарлама. Мұнда сені жақсы жұмыс, тұрақты табыс, қауіпсіз орта, оқу және тұратын орын күтеді. Сен мұнда білім аласың, қолдаумен тәлімгерлер табасың және өзіне деген сенімділікті арттырасың. Уақытыңды пайдалы өткіз. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, қайырлы таң болсын. Ауылдамын, Арыста жүрмін. Нанға келдім. Түрі осындай әбіріп кеткен. Аяқтан да шлепті. Мына жерде өзімнің құрдасым бар, 99. Осыған мініп алып, ауылда жүрміз. Бір күн ауылда боламыз. Сосын қазір барып шаш қысқартамын, баняға барам. Ой, бұл пландар көп. Өздеріңізге амандасып қояйын деп отқанмын. Не қыласыздар өздеріңіз? Бүгін эфир жоқ, көргендеріңіздей. Бүгін мерекеге байланысты демалыс бізде. Дауысың қаршы, дауысың. Ысқырып тұр ғой, ысқырып. Ал ағайындар өйстіп чөтке келіп шашты қысқартып алдық. Қалай? Барбыр жұрттан шықтым. Енді жайлап базар жаққа баратырмын. Киім-кешектер алу керек еді. Сол Арыста өмір осындай. Ешкім жоқ міне. Көше тым-тырыс айтсам, главный трассаның бойы ғой мынау. Мәшіне жоқ қой прикинь. Мынау мал базар мынау тұрған. Аға дейсіп кете бересің. Зор да ғой Арыс деген. Яғып атыстыр өздеріңіз деп ше. Жақ шаш жоқ уже мынандай. Чөткей бала болып шыға салдым кәдім. Осырмайтын балдар құсап ше. Ағайындар базардың іші қайнап жатыр. Түр жаман тіршілік болып жатыр мына жақта. Бірақ киімдер жоқ екен, жауып кет қапты уже. Сол қайтып баратырмын енді. 6 құртап алып. Ал баршаңызға қайырлы күн. Осылай сториспен кіріп келейік. Қалайсыздар, қалдарыңыз қалай, жақсыздар ма? Біз жұмыстарымызбен жүрміз. Алдағы апта болатын той иелерімен жолығып, барлығын реттеп, таймингті в целом қалай өтеді тойдың барысын бәрін сөйлесіп реттеуге той иелеріне келгенім бар. Қазір сол жұмыстарды бітіргеннен кейін одан соң біраз тірліктеріміз бар, жұмыстарымыз бар. Сол күндеріңіз сәтті өтсін, берекеге, мерекеге, сыны керемет. Ал біз той иелерімен тойға дайындық үстіндеміз. Осылай программаның барлығын жеке-жеке талдап, осылай жазып жатқан жайымыз бар. Бұйырса алдағы аптадағы тойларымызға сақадай дайынбыз. Алла сәтін салсын. Сондықтан да кез келген тойды жоғарғы деңгейде өткізіп, адаға орай өткізуге біз дайынбыз. Егер сіздерде тойларыңыз болатын болса, прям под ключ барлығын ұйымдастырамыз. Сондықтан сол қазір осы жақтан шығып тағы да жұмыстарымызбен баратын боламыз. Аллаға сан шүкір. Давайте.